Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Алтыншы бап. Алла тағаладан басқаға құлшылықтың жарамсыздығы дейді. Яғни бұл баптың келу мақсаты бұл кітапқа мушриктердің табынып жатырған илахтары бәрі өтірік, бос, істеп жатырған олардың ширктері бәрі өтірік, жарамсыз екенін дәлелдеу бұл бапта. Яғни олардың табынып отырған илахтары мақлұқтар, естімейтін, пайда зиян келтіре алмайтын, өзінен зиянды кетіре алмайтын сондай мақлұқтар болғандықтан оларға табыну, құлшылық қылу жарамсыз болып табылады. Соны дәлелдейді бұл бапта. Бірінші дәлел Алла тағала сөзінде: олар еш нәрсені жарата алмайтын, керісінше өздері жаратылатын нәрселерді серік қосады ма дейді. Олар үшін көмек беруге құдіреті жетпей тұрған, тіптен өз-өзіне жәрдем бере алмайтын нәрселерді Аллаға серік қоса ма дейді. Яғни бұл жерде Аллах тағала айтып жатыр, мушриктердің илахтары мақлұқ, ал илах болу үшін ол халиқ, жаратушы болу керек, мақлұқ болмау керек. Олар еш нәрсені жарата алмайтын дейді. Ол табынып жатырған олардың илахтары еш нәрсе қолынан келмей жарата алмайтын да дейді. Керісінше өздері жаратылатын нәрселерді серік қосады ма дейді. Өздері жаратылған, яғни өздері мақлұқ болған нәрселерді серік қоса ма дейді оларға, соны нәрсеге. Қалай ол дейді? Олар үшін көмек беруге құдіреті жетпей тұрған дейді. Яғни олардың бана табынып отырған нәрселері оларға көмектесуге, көмек беруге ешқандай құдіреті жетпейді дейді олардың. Тіптен өз-өзіне жәрдем бере алмайтын дейді. Соған қалай табынады дейді олар. Яғни сонда жерден аяттан алынатын нәрсе, мушриктердің табынатын илахтары, әлі ширктері олардікі жарамсыз. Яғни бос олардың не істеп жатырған амалдары. Сол бірінші аяттан осындай не шығады. Екінші дәлел Алла тағала сөзінде: одан өзгеге жалбарынғандардың қабықшаның үлесі де иелік етпейді дейді. Яғни Аллахтан басқа мушриктердің табынатын илахтары қабықшаның үлесіне де иелік етпейді дейді. Яғни бұл жерде қитмирді айтқысы келіп тұр. Қитмир деген ол құрманың еті мен тасының арасында бір қабықша болады. Сол қабықша бір жеңіл, бір сондай не болады. Оның бір несі жоқ, ауырлығы жоқ. Сол қабықшаны да иелік қылмайды дейді. Яғни сол құрманың қабықшасына иелік етпейтін болса, онда қалай оған табынуға болады дейді. Яғни сол олардың табынып отырған нәрселерін жарамсыз, бос деп, соны Аллах тағала соны дәлелдеп жатыр. Аллах тағала бұл жерде қитмир деген сол не қабықшаны айтады. Өйткені құрманы қарап тұратын болсаңдар, бауырлар, құрмада еті мен тасының ортасында бір қабықша болады. Оны қитмир дейді. Аллах тағала осы аятта соны айтып тұр. Және құрманың тасының былай қарайтын болсаңдар, ортасында бір сызық болады. Сол сызықтың ортасында бір сәл жіп болады. Оны фатил дейді. Және сол құрманың сол жібіне қарама-қайсы арт жағына қарасаңдар, бір нүкте сияқты бір сондай не тұрады. Оны нақир дейді араб тілінде. Осы үшеуі де Құранда келген. Уала юзламуна фатила. Олар фатилдей сондай бір нені зұлымдық көрмейді дейді. Уала юзламуна нақира. Және нақирдей бана артындағы бір нүктедей бір сондай зұлымдық көрмейді дейді қиямет күні. Яғни бұл жерде Аллах тағала қитмир айтып тұр, егер де мушриктердің табынып отырған илахтары қитмирді иелік етпейтін болса, онда қалай адамдар соған табынады дейді. Сол олардың нелердің табынатын илахтарын жарамсыз екенін бұл аятта дәлелдеп жатыр. Бапқа байланысты содан. Келесі үшінші хадис дәлел, үшінші дәлел Анас радиаллаху анху былай деген: Ухуд соғысында пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам басы жараланып және қасқа тісі сынады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ухуд соғысына соғысқанда рубаия тісі сынады. Рубаия деген адамның жоғарында және төменде ең бірінші екі түс тұрады. Соны араб тілінде thunaия дейді. Thunaия улия ва суфля. Жоғары thunaия бар және төменгі екі thunaия бар. Соның жанындағы екеуі тұратыны оны рубаия дейді. Сол пайғамбарымыздығы саллаллаху алейхи уассалам асты жағы сынған, асты жағы рубаиясы сынған, түгелдей сынып қалмай жартылай сынып қалған. Және басына зақым деген, тас деген. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деді: қауым өз пайғамбарының басын жарып,
қалайша жетістікке жете алады дейді. Міне бұл сұрақ мағынасы алыстату. Яғни өзін пайғамбарларын, оларға келген, дінмен келген пайғамбарлардың бастарын жарып, қалай олар тозақтың отынан құтылып жәннатқа кіреміз деп ойлайды. Қалай жеткізген? Мүмкін емес. Яғни өте алыс олай сондай пайғамбарларына зиян келтіріп, кейін және исламға қабылдап жәннатқа кіру, мұсылман болып жәннатқа кіру деген мүмкін емес дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол себептен бұл жайтқа сенің еш қатысың жоқ деген аят түседі дейді. Яғни бұл хадистің бапқа байланысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны айтқаннан кейін қиыншылық сондай жағдайда болды. Сосын сол сөзді айтты. Сол сөз айтқаннан кейін барып Аллах Тағала сол сөзін ұнатпаған секілді, яғни бұл жайтқа сенің еш қатысың жоқ дейді. Яғни үкім берме дейді. Яғни адамдардың жетістікке жетеді, әлде жетістікке жетпейді деген нәрселері, тағдырлар дейді, Аллахтың құзырында дейді. Аллах біледі, сен білмейсің дейді. Сенің еш сол қатысың жоқ дейді ол нәрсеге. Яғни ғайыпты білмейсің сен дейді. Яғни бұл жерден біз қандай бапқа байланысын аламыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұлы пайғамбар болып тұрып, ғайыпты білмеген. Соны айтқан сөз үшін Аллахтан мынандай аят келді оған пайғамбарға. Бұл жайтқа сенің еш қатысың жоқ. Яғни ғайыпты сен білмейсің дейді. Алда уақытта не болатынын дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұлы пайғамбар болып тұрып, өзінен зиянды кетіре алмады. Сондықтан бұл хадистің бапқа байланысы қазіргі заманда пайғамбарға табынып жүргендердің жағдайы не болмақ? Қазіргі кезде пайғамбарды иләх қылып, умраға келгенде бірінші сәлем намазын оқудың бұрын пайғамбарымыздың қабіріне келіп, дұға тілеп, жылап, сондай кісілердің жағдайы не болмақ? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз-өзіне тірі кезіне пайда әкеліп, зиянынан қайтара алмады. Тісі сынды, басы жарылды саллаллаху алейхи вассалам. Ал қазір оған еш қатысы жоқ кісіні, танымайтын кісіні, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тірі емес кезінде қалай олардың зияндарын кетіріп, қалай оларға пайда береді? Бұл хадистің бапқа келуі мақсаты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам құлшылық қылатындардың құлшылықтары жарамсыз бос екеніне дәлел. Келесі хадис осы жайлы Ибн Умар радиаллаху анху Алланың елшісінің саллаллаху алейхи вассалам мына сөздерін естігендігін жеткізген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таң намазының соңғы рекағатының рукуғында басын көтеріп, Алла оны мадақтаған адамды естіді, біздің тәңіріміз саған ғана мадақ деген сөздерінен кейін, яғни сами Аллаху лиман хамида раббана ва лакал хамд деп айтқаннан кейін таң намазында неғыл деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, я Алла, пәленше мен пәленшені лағнет ет деп айтқан. Пайғамбарымыз намаз оқыған фажр намазынан сами Аллаху лиман хамида раббана ва лакал хамд деп айтқаннан кейін Аллахумма лән фуланан ва фулан, я Аллах тағала осыны лағнет етші, мынаны лағнет етші деп дұға тілейтін болған. Сол себептен Алла Тағала бұл жайтқа сенің еш қатысың жоқ деген аят түсіреді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам лағнет тілеген пәленше кісілерге. Неге? Өйткені қатты зиян келтірген пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз оларға лағнет тілеген. Лағнет дегеніміз, яғни Аллах Тағала мейірімнен алыстатшы деген мағына. Яғни я Алла осы пәленшені лағнет етші деген мағына, өзі мейірімнен оны алыстатшы деген мағына. Лағнет деген сондай мағына. Соны Аллах Тағала пайғамбарымызға не дейді? Бұл жайтқа сенің еш қатысың жоқ дейді. Яғни олай айтпа дейді. Олай сен олардың ғайыптарын білмейсің дейді. Біреуді бағандай Аллахтың мейірімінен алып таста, мейіріміне кіргізбе, тозаққа өрте деген сенің ешқандай ғайып мәселені үлесің жоқ дейді. Бұл жерден қандай дәлел аламыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғайыпты білмейді. Ол үш кісіге пайғамбарымыз дұға тілеген. Келесі келеді, басқа бір риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Софуан ибн Умайяға, Сухейл ибн Амра, Харис ибн Хишамға қарсы дұға ететін. Басқа риуаятта келген осы үш кісіге лағнет деген фажр намазында. Сол себептен бұл жайтқа сенің еш қатысың жоқ деген аят түскен. Яғни пайғамбарымыздың сол ісін дұрыс емес деп Аллах Тағала осы аятты түсірді. Мына үшеуі де исламға қабылдады кейін. Софуан ибн Умайя, Сухейл ибн Амр, Харис ибн Хишам үшеуі де исламға қабылдады. Сондықтан Аллах Тағала бұл жерде пайғамбарымызға айтады, енді ғайыпты сен білмейсің. Адамдардың тағдырында сенің еш қатысың жоқ дейді. Бұны бапқа байланысы бана айттық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғайыпты білмейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінен зиянды кетіре алмады тірі кезінде. Ал өлгеннен кейін басқаларға қалай кетірмек оны? Пайғамбарымызға табынудың жарамсыздығын алынады бұл жерден дәлелден. Келесі дәлел Бухари жеткізген хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху былай деген:
Алланың елшісіне саллаллаху алейхи вассалам өз жақын туыстарыңды ескерт аяты түскен кезде ол тұрып былай деген: я Құрайш жиыны, өздеріңді сатып алыңдар, яғни құтқарыңдар. Ей Құрайш, өздеріңді құтқарыңдар дейді. Мен сіздерге дейді Алла алдында еш нәрсемен көмектесе алмаймын. Я Аббас ибн Абдул Мутталиб, мен саған Алла алдында еш нәрсемен көмектесе алмаймын. Я София, пайғамбардың қайнапкесі, мен саған Алла алдында еш нәрсемен көмектесе алмаймын. Я Фатима бинту Мухаммад, менің мал мүлкімнен не қаласаң соны сұра, ал Алла алдында мен саған еш нәрсемен көмектесе алмаймын дейді. Яғни бұл хадистен бап қалынатын байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде өзінің ағайындарына былай айтып кеткен сөзі. Яғни тірі кезінде менен сұраған нәрсені сұраңдар дейді. Я Фатима, менен ақша сұрайсың ба, мал мүлік сұрайсың ба, бәрін сұра, бірақ мен өлгеннен кейін, қиямет күнінен кейін, бәріміз өлгеннен кейін ешқандай пайда бере алмаймын сіздерге дейді. Егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің ағайын тумаларына пайда бере алмайтын болса, онда қазір пайғамбарымыздың қабіріне келіп жылап дұға сұрап жүрген кісілерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайдан көмек береді? Сол пайғамбарға табынудың жарамсыздығы, дұрыс емес екені бұл хадистен алынады. Келесі дәлел Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам келесі сөзін жеткізген: Алла тағала аспанда бір үкім шығаратын болса, періштелер оның сөзіне бойсұнғандығынан өз қанаттарын қағады дейді. Алланың сөйлегенде шығатын дыбысы шынжырдың жылтыр тасқа түскендігі сияқты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Аллахтың сөзі дейді, сөйлегенде дыбысы шынжырдың жылтыр тасқа түскен дыбыс шығады дейді. Сондай дыбыс шығады дейді. Шынжыр деген цеп. Яғни мағынасы бұл жердегі анықтығында. Яғни Аллах тағала сөйлегенде сондай цептің, шынжырдың тасқа сүйреген дыбыс шықпайды бұл жерде. Яғни анығында. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және Бухари және Муслимде келетін хадисте былай дейді: сендер Раббыларыңды дейді, Раббыларыңды қиямет күні мұны айды көргендей көресіңдер дейді. Айды көргендей. Сонда Аллах тағала қиямет күні ай сияқты домалақ болып тұра ма? Жоқ, яғни анығында деген мағына. Мысал келтіретін болсақ, мен тұрып айтамын, екеуміз сөйлесіп тұрамыз, мен тұрып айтамын: мен кеше Мұхаммадты көрдім деймін. Я көрдің ба деп сен таңғаласың. Я көрдің ба? Я көрдім, мен сені көріп тұрғандай көрдім. Сонда Мұхаммадтың бетін мен дәл сол сенің түрін бетіндей көрдім ба? Жоқ, анығында, яғни сені көріп тұрғандай кеше Мұхаммадты көрдім, бірақ оның түрі бөлек, сенің түрің бөлек деген сияқты. Сол сияқты мына жерде мен айтамын, мысалшы, мен кеше түнде тұрғанда бір итті көргенін естідім деп айтамын. Естідің ба не? Біздің көшеде ит жоқ еді. Я кәдімгі естідім, анық, мен сен естіп тұрғанда естідім деймін. Сонда сенің дыбысың итті көргенмен бір дей ма? Жоқ, яғни анығында. Сол сияқты Аллах тағала сөйлегенде сөздері өте анық шығады. Шынжырды жылтыр тасқа сүйрегендей дыбыс шыққандай дейді. Ап-анық дыбыс шығады дейді. Яғни Аллах тағала сөйлегенде бір шынжырдың дауысы шықпайды. Анығында дейді. Соның мағынасын мына жерде. Бірақ көбі аудармашылар мына хадисті аударғанда періштелердің қанаты дейді. Періштелердің қанатынан шығатын дыбыс, ол қате. Бұл жерде айтылған не? Аллахтың дыбысына сипатталған. Періштелердің қанатына емес. Сол періштелердің қанаты деп аударатындар, ол қате аудару. Алланың сөйлегенде шығатын дыбысы шынжырдың жылтыр тасқа түскендігі сияқты дейді. Бұл Алланың сөздері олардың тұла бойына өтеді дейді. Сондай, яғни сөйлегенде Аллах тағала періштелердің тұла бойына кәдімгі іштеріне кіріп кетеді бұл сөз. Қорыққаннан қатты. Олардың жүректерінен шошыну кеткен кезде олар тәңірлерің не айтты деп айтса, басқалары хақты айтты, және де ол Алла жоғары аса үлкен деседі дейді. Яғни бастарын көтеріп не айтты деп сұрайды бір-бірінен періштелер, Аллах тағала сөйлегеннен кейін. Сол кезде басқа періштелер былай дейді: хақты айтты. Уахуал алийюл кабир, ол аса үлкен және жоғары деп айтады бір-біріне. Сол хабарды бір-бірінің үстіне мініп тыңдап тұрған шайтандар естиді. Яғни Аллах тағала, келесі хадисте анықтап түсіндіреді, Аллах тағала бір бұйрық шығаратын болса, бір Аллахтан әмір жоғарыдан бұйыратын болса, соны жеті аспанның, арыштың жоғарынан Аллах тағала бұйырады. Сол періштелер соны естігенде шошығаннан жерге жатып қалады, талып қалады періштелер, қорыққаннан қатты. Жүректерінен тұла бойына өтіп кетеді бұл Аллахтың сөйлегендері. Есін жиғаннан кейін бастарын көтеріп бір-бірінен сұрайды: Аллах не айтты деп. Сол кезде бір-біріне айтады: Аллах тағала хақты айтты деп. Сол ең бірінші басын көтеретін Жибрил көтереді. Жибрил оны 7-ші аспаннан 6-ші аспанға барлығына жеткізеді сол сөзді. Бүкіл періштелер өз арасында сол әңгімені жүргізеді. Аллах хақты айтты, Аллах хақ айтты деп. Сол қашанға дейін? 1-ші аспанға дейін. 1-ші аспанға дейін Аллах
сол сөзді жеткізіп барады. Сол хабарды бір-бірінің үстіне мініп тыңдап тұрған шайтандар естиді. Яғни Аллах Тағала сөз айтқаннан кейін періштелер біріне айтып барғаннан кейін періштелер аспанның ішіне, бірінші аспанның шетіне дейін айтып келеді. Деген бірінші аспан біткеннен кейін жер мен аспанның ортасында, аспан мен жердің ортасы деген не бар, түсінік бар. Яғни мына самолеттер, космос, нелер, тағы не бар, спутник, бәрі ұшатын нәрселер, олар бірінші аспанға кірмейді. Өйткені бірінші аспанға ешкім кіре алмайды. Ең ұлы пайғамбар және ең ұлы періште Жибрил және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам неге миражға көтерілгенде, Исра уал миражға көтерілгенде, сол кезде олар бірінші аспанның періштелерінен рұқсат сұрайды кіруге. Сол кезде олар рұқсат береді. Яғни бірінші аспанда нелер бар, күзетшілер бар. Ешкімді кіргізбейді ары қарай. А шайтандар бір-біріне мініп келіп бірінші аспанның несіне дейін мінеді. Шекарасына дейін мініп тақалады неге дейін, жарына дейін, бірінші аспанның несіне дейін, жарына дейін. Ары қарай кіре алмайды олар. Со құлақ салады сол ары қарай. Ары қарай періштелер бір-бірімен айтысып жүреді бағандай. Аллах Тағала хақты айтты, осыны айтты, мынаны айтты деп періштелер айтқаны, соны естиді олар. Естіп, ең тақалып тұрған астына жатады. Сосын ол астына айтып, балгер әлде сиқыршының несіне әкеледі, алдына әкеліп береді сол сөзді. Яғни былай қарайтын болсақ, бұл Аллахтың хикметі, Аллахтың даналығы солай естулеріне. Бірақ Аллах Тағала қалайтын болса, олар мүлдем естімесе еді ғой. Яғни Аллах Тағала сол сынақ ретінде, алда сиқыр бабында өтеміз, иншалла соны талқылап, неге Аллах Тағала жер бетіне сиқырды жіберді. Бұл Аллахтың сынағы. Яғни Аллах Тағала қаласа, оны есітпейтін еді жоғарыдан бұл жерден. Міндетті түрде бәрін құлатып жіберетін еді. Бірақ Аллах Тағала солай өзінің хикметіне, даналығына лайықты сөйтіп есетіп қояды кімдерге, шайтандарға. Шайтандар төменге естіп, төменге апарып, өтірікті араластырып, сиқыршыға, балгершіге соны сөзді жеткізеді. Ал бірінші аспанның ішіне олар кіре алмайды. Олар аспан мен жердің ортасында ғана болады. Сол хабарды бір-бірінің үстіне мініп тыңдап тұрған шайтандар естиді. Суфиян алақанымен оларды, яғни шайтандарды сипаттады. Бір-бірінің қолдары, саусақтарын бір-біріне салып, міне осылай олар бір-біріне мінеді деп көрсетті. Ол алақанымен саусақтарының арасын ашып көрсетеді, яғни Суфиян. Суфиян кім? Суфиян бин Уяйна. Шайтан сөзді естіп, оны өзінің астындағысына жеткізеді. Содан кейін ол өзінің астындағысына басқа біреуге жеткізеді. Осылайша осы хабарды сиқыршы не көріп келдің тіліне жеткізеді дейді. Шайтан хабарды жеткізгенге дейін жұлдыз шоғына тап болу мүмкін. Не жұлдыз дейді, шоғына тап болғанға дейін хабарды жеткізуде мүмкін. Яғни бірінші хабарды жеткізу мүмкін, әлде жеткізбей үлгермей қалып өртеп жіберу мүмкін оларды. Өйткені жұлдыздар түсу бір мақсаттары шайтандарды құлату. Көріп кел болса, жеткен хабарға 100 өтірік қосып айтады дейді. Халық болса, кейін, яғни хабар келгеннен кейін аспаннан естіген періштелердің бір-біріне айтып жүрген хабарды жындар естіп, бір-біріне түсіріп келгеннен кейін барып, сол балгерге, көріп келге, сиқыршыға жеткізгеннен кейін, сиқыршы тұрып, адамдар айтады, міне осындай жағдай болды дейді. Мысалы, біреу келеді, сиырымды ұрлап кетті дейді. Кім ұрлап кетті дейді. Сол тұрады, мысалы, сиқыршы тұрады, балгер әлі көріп кел тұрады, бүйтіп айтады. Сенің сиырыңды ұрлаған, ол сенің көршің, сенің пәленше досың, әлде нағашы ағаң, әлде осындай, ол ұрлап, оны сойып, етін базарға сатып, ал сиырды осы жерге барып көміп тастады. Нанбасаң бар, осы жерді қазып бара, сол жерден сиырыңды табасың дейді. Барып сол жерді қазып бараса, адам баласы расында сиыр сорада жатыр екен. Шындығы тек сода. Яғни басқа бір ұрлаған негізінде оны. Бірақ шындығы ол тек қана сол жерде мынандай сиыр көмілген. Қалғаны бәрі өтірік. Сенің досың ұрлады, әлде нағашың ұрлады, әлде көршің ұрлады деген нәрсенің барлығы өтірік. Арасын өтірік қосып жібереді. Сол кезде кісілердің сөздеріне алды. Халық болса, бізге ол осы күні осылайда болады деп айтпап па еді дейді. Осылай айтқан жоқ қой, бізге осындай жерде әлде осылай болады деп деумен аспаннан естілген сөздің себебімен көріп келге сенетіндерін білдіреді дейді. Яғни сол көріп кел сөйтіп айтқан себепті олар сол сөзден сеніп қалады. Ал негізінде ішіне тек қана сондағы бір өтірік, бір шын, қалған бәрі өтірік. 100 өтірік қосады. Сол бұл жерден, яғни хадистен бапқа байланысы періштелерге табынудың жарамсыздығы. Өйткені періштелер қарап тұрсаңдар мақлұқ. Аллах Тағала сөйлегенде шошығаннан, сүмірегеннен жатып қалады жерге. Қанаттарын жайып қалады. Сосын есін жиып, Аллах не айтты деп сондай қорқып, қатты сондай мақлұқтар олар. Аллахтан қорқатын. Егерде
сондай періштелердің жағдайы сондай болатын болса, неге тікелей Аллахтан сұрамайды? Неге адамдар періштеден сұрайды? Сондай, яғни періштелерге табынудың, періштелерге табынатын топтың ширктерінің жарамсыздығы. Екіншіден, егер де періштелердің қал жағдайлары осылай болатын болса, онда періштеден басқалар турасында не айтпақ шында? Басқа тас, ағаш, естімейтін әлде бір әулиелері, солар өліп қалған бір, олар қалай онда шаруаларын бітіреді? Періштелердің жағдайы осындай болып жатыр. Бұл хадистің келу себебі періштелерге табынудың жарамсыздығы. Және хадистен алынатын тағы да пайдалар, сиқыршылардың, балгерлердің айтатын сөздері осылай келеді періштелердің. Өйткені кімдердің, балгерлердің, сиқыршылардың айтатын сөздері, біріншісі ол осылай болады, міне осы жолмен айтылады, шайтандар бір-біріне мініп келіп, сосын өтірікті қосып айтатын сөздері бірінші. Әлде екінші түрі ол жалаң өтірік айту. Өтірікшілер осындай нәрселерде, осындай қылып жындарды өзіне жұмыс ететіндер, олар аздар болады, көп емес. Көбінесе олар өтірікшілер, ойдан шығарып, мен мынаны көріп тұрмын, мен былай осылай дейтіндер, көбінесе олар өтірікшілер болады. Енді хабар ұрлау мәселесі бұл үш түрлі болады. Хабар ұрлау, періштелер, хабарды ұрлаушылар үш жағдайда болады. Біріншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келместен бұрын өте көп болған. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келген кезде мүлдем болмаған. Аллах айтады: "Уама ястамиул ана яджид лаху шихабар расада". Ал енді кім қазір хабарды ұрлайтын болса, оған ыссы шоқ түседі дейді оларға. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олар аят түсіп жүрген кезінде, пайғамбарым тірі кезінде 23 жыл бойы сиқыршылар аспаннан хабардан үзіліп қалған. Бизнестар тұрып қалған, былай айтқанда. Өйткені сол кезде тек қана уахи түсті аспаннан. Жындарға, басқа ешкімге ондай көтерілуге, болуға тыйым салынған. Яғни Аллах айтады, кім қазір енді хабарлайтын болса, дейді, мені тыңдайтын болса, оларға дейді ыссы шоқ түседі дейді Аллах. Күйдіреді дейді Аллах тағала оларды. Үшінші жағдай, пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кері қайтадан басталды дейді. Неге? Міну аспаннан хабарлау, бірақ ол ең бірінші халден гөрі аз болған. Сонымен үш халде болған. Бірінші, пайғамбарымыз пайғамбарлық келместен бұрын өте көп болған, пайғамбарымыз келгеннен кейін тоқталып қалған. Үшінші кезде ол пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін кері орнына келді, бірақ біріншінде емес, яғни өте аз болып кетті. Келесі хадис, Науас ибн Симан радиаллаху анху, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам келесі сөзін жеткізген: Алла тағала егер бір үкімді уахи еткісі келсе, уахи түрде сөйлейді. Сонда аспандар оның салдарынан дірілдеп, тербеліп кетеді. Немесе құдіретті ұлық Алладан қорыққаннан қатты күркірейді дейді. Соны естіген аспандардың тұрғындары, періштелер яғни, талып түседі де сәждеге құлайды дейді. Бірінші болып басын Жибрил періште көтереді. Алла оған өз уахинен қалағанын сөйлейді. Содан кейін Жибрил періштелердің маңынан өтеді. Әр аспанда өткен сайын оған періштелер: Жибрил, біздің Тәңіріміз не айтты деп сұрайды. Жибрил былай деп жауап береді: хақты айтты, және де ол жоғары, аса үлкен. Бүкіл періштелер Жибрил айтқан сөзді айтады. Содан соң Жибрил уахимен құдіретті ұлық Алланың әмір еткен жағына жөнеледі дейді. Яғни бұл хадисті әкелу мақсаты жоғарыда әкелген хадистің мақсатындай. Аллах тағала бір үкім шығаратын болса, періштелер дірілдеп, сол қорқыныш жүректеріне өтіп, ішінен тұла бойларына өтіп, сүмірейіп жатып қалады. Кейін бар қорқыныш кеткеннен кейін Жибрил басын көтеріп, Аллах не айтты дейді бір-біріне. Аллах тағала хақты айтты, уахуал алийюл кабир, Аллах тағала жоғары және үлкен деп айтып кетеді. Яғни періштелер сондай дәрежеде болатын болса, оларға қалай құлшылық қылуға болады? Неге тікелей құлшылықты Аллахқа қылмайды адамдар? Не сондайлады? Және тағы да осы екі хадистен тағы да алынатын пайдалардан періштелердің жүректері бар. Жоғарыда хадисте періштелердің жүректерінен қорқыныш кеткенде, яғни. Және періштелердің қанаттары бар. Аллах тағаланың жаратқан сондай бір мақлұқтары. Келесі хадис, Ибн Мусайб өз әкесінен келесі сөздерді жеткізген: Абу Талибке ажал жақындаған кезде Алланың елшісі оған келген. Абу Талибтің жанында Абдулла ибн Аби Умейя және Абу Джахил бар еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: көке, ла илаха иллаллах деп айтыңыз. Бұл сөзді Алланың алдында сіз үшін айғақ ретінде келтіремін дейді. Куәгер боламын ол айтқан сөзіңе деді. Ал Абдулла ибн Аби Умейя мен Абу Джахил болса, Абу Талибке былай деген: сен Абдул Мутталибтің діннен бас тартпақшысың ба? Діннен қайтып жатсың ба? Артқа беріп жатсың ба сен Абдул Мутталибтің? Осы күнге Абдул Мутталиб жүріп келдің де, енді
не артқа беріп жатсың ба деп Абу Жахил мен Абдулла ибн Аби Умайя сөйтіп айтқан оған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сөзін қайталаған еді. Екеуі де алдында айтқандарын қайталады. Бірақ та соңғы айтқаны өзінің Абдул-Муталиб дінінде болатын және ла илаха иллаллах сөзін айтуды қаламайтынын білдірді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деген: мен сіз үшін Алла мені тыймайынша кешірім етуін сұраймын дейді. Яғни кешірім сұрай берем, истихфар қылай берем, Аллах тағала мені тыймағанша дейді. Яғни біліп тұр пайғамбарым жағдайы не болып жатырғанын. Бірақ сонда да кешірім сұрай берем дейді. Аллах маған тыймағанша дейді. Ол кезде әлі тыймаған болды. Осыған орай құдіретті Алла пайғамбар мен иман келтіргендерге мүшрик үшін кешірім сұрау рұқсат емес аятын түсіреді. Және Абу Талибқа байланысты келесі аятты түсіреді: шынында сен жақсы көргеніңді тура жолға сала алмайсың. Ал бірақ та Алла қалағанын тура жолға салады. Ол тура жолды ұстанушыларды толық біледі дейді. Хадисті Бұхари жеткізген. Бұл хадисті әкелу мақсатын түсіну үшін бірінші не нәрсені түсіну керек? Хидаятты түсіну керекпіз. Хидаят деген екі түрлі болады. Хидаяттың мағынасы тура жолға салу. Бұл шариатта екі түрі болады. Құранда келген хидаяттың тура жолға салу деген сол сөздің екі мағынада келді. Бірінші хидаятут тауфиқ, екіншісі хидаятул иршад. Хидаятут тауфиқ деген, яғни бұл Аллахтың мүлкі. Яғни тек қана Аллахтікі. Яғни Алланың қолынан ғана келеді. Хидаятут тауфиқ деген жүректерді өзгерту, адамды тура жолға салу, адамға ислам беру. Бұл хидаятут тауфиқ дейді. Яғни Аллах тағала тауфиқ, жеңілдік беру. Бұл Аллахтың несі, мүлкісі. Ешкім оның қолынан келмейді бұны. Екінші хидаятул иршад. Хидаятул иршад деген, яғни хидаят беру, жеңілдік беру емес, бұл жерде көрсету деген мағынада. Сондықтан оны неге айтып жатырмын? Екіге бөлінеді, өйткені Құранда осы екі мағынада келеді. Көбінесе бір сөзінде Аллах тағала пайғамбарға сен жақсы көргеніңді тура жолға сала алмайсың дейді. Мына осы баптағы аятта. Басқа бір аятта айтады: иннака ла тахди иля сиратин мустақим. Сен нағыз тура жолға саласың дейді. Енді екі аят бір-біріне қарама-қайшы сияқты негізіне қарайтын болсаң. Ана аятта жақсы көрген кісіңді тура жолға сала алмайсың дейді, басқа аятта сен саласың дейді. Бұл жерде ғалымдар хидаятты екіге бөледі. Бірінші хидаят тауфиқ, яғни біріншісі жүректерді өзгерту. Ол мына аятта келген осы мағына. Сен адамды тура жолға сала алмайсың, жүректерін өзгерте алмайсың дейді. Екінші басқа аятта банадай сен нағыз тура жолға саласың, яғни тура жолды сен көрсетесің нағыз. Адамдарға нағыз тура жолды сен көрсетесің дейді. Яғни бұл хидаяту әл-иршад. Енді хадистің әкелу мақсаты бапқа кімдер, мүшриктер өздерін илахтарын неғылдайды? Олар бізді тура жолға салады. Егер де мен оған жалбарынбайтын болсам, ол мені адастырып жібереді деген сенімде. Бұл жерде Аллах тағала аятта айтып тұр: пайғамбарымызға, ең ұлы адамға сен ешкімді тура жолға сала алмайсың дейді, жақсы көрген кісіңді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде ең сүйікті адамын тура жолға сала алмаған болса, ал басқалар қазір сопылар, мүшриктер өзінің әулиелерінен барып жалбарынып тура жол сұраулары жарамсыз екенін түсіндікті болатын жерден. Сондықтан хидаятут тауфиқ деген ол Аллахтың мүлкі. Ол Аллахтан басқа ешкім оны мүлк етпейді. Пайғамбарымызда да, өйткені пайғамбарымыз салам жақсы көретін кісін тура жолға сала алмады. Ал басқалары одан да не айтпақшы оларға. Осы хадистің бапқа деген байланысы. Және тағы да хадистен алынатын пайдалар жаман достың қандай зияны бар екенін. Өйткені қарап тұрсаңдар, Абдул-Муталиб қайтыс болып кетіп жатырған кезінде қасында кім болды? Абдулла ибн Абу Умайя мен Абу Жахил болды. Жаман дос олардың діндеріне әсер етті. Егер де осы екеуі болмайтын болсашы, яғни үлкен бір ықтимал бар, ла илаха иллаллах деп айтуым. Бірақ осы екі достың қасына тұрып, сен не өзің Абдул-Муталиб діннен бас тартпақшысың ба не? Не бағандай артқа қайтып жатсың ба деп сондай қылып айтқаннан, соның жүрегінде несімен бағандай ұлтшылдық бағандай несімен басып кетті, куфры. Сондықтан адам өлерде дейді, қасында дейді, ең сүйікті адамдар болған жақсы дейді. Егерде ұнатпайтын, қарыз болып жүрген, оған қарыз болған, әлде ол оған қарыз болған кісілер, сондай бір ұнатпайтын бір сондай кісілері сол бөлмеге жоламау керек.
кіргізбеген жақсы оларды. Ең сүйікті өлейін деп жатырған кісі кімді өте қатты жақсы көреді, сол кісілер қасында болу керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болар кезде қасында кім болды? Айша болды. Айша турасында пайғамбарымыз не алды деді? Ең жақсы сүйікті адамдардан кім дегенде пайғамбарымыз Айша деді. Ең сүйікті адам маған Айша деді. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қайтыс болған кезде қасында Айша болды. Айшаның санында қайтыс болды. Сондықтан ғалымдар айтады, адам өлерде дейді, бөлмесіне ең сүйікті, ең жақсы көретін адамы кірсін дейді. Біреу келіп тұратын болса, бағандай, мә сен өліп жатсың, қарыз енді қалай береді деген сияқты нәрсемен оның өлімін жаман қылып жіберуі мүмкін. Сондықтан бағандай ең жақсы көретін отбасынан адамдар кіру керек. Және тағы да бұл хадистен тағы да бір қызық нәрсе шығатын нәрсе, Аллах Тағала Құранда айтады: "Уалайсати таубату лиллазина яъмалуна ас-саййати хатта иза хадара ахадухумул маут қала инни тубту ал-ан" дейді. "Уалаллазина ямутуна ва хум куффар" дейді. Өмір бақи күнә жасап келіп, өлер алдында тәубе қылдым дейтіндерге тәубе жоқ дейді. Және кәпір болып өлгендерге де тәубе жоқ дейді. Енді қарап тұрсаңдар, бұл жерде өлейін деп жатырған уақыты. Өйткені мына жағдайы, қал жағдайы Құрандағы аятпен дәл келіп тұр. Өйткені Құрандағы айтады: "Уалайсати таубату лиллазина яъмалуна ас-саййати хатта иза хадара ахадахумул маут". Хадара деген келу деген мағына бұл жерде. Өлім келу. Хадара деп келіп тұр. Ал хадисте, мына алдымыздағы хадисте не айтады? "Ламма хадара Абу Талибин ил-вафат". Абу Талибқа өлім келгенде. Осы сөзді, аятта келіп тұрған сөзді бұл жерде қолданып тұр. Яғни банағы аятқа дәл кіріп тұр деген сөз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соған қарамастан оған ла илаха иллаллах деп айт деп жатыр. Егер де өлер алдында тәубенің пайдасы болмайтын болса, онда неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған айтып жатыр дейді. Міне Шейх Усеймин және басқа ғалымдар оны жауап береді. Яғни бұл жерде дейді, біріншіден дәлел жоқ дейді мынадай. Сен ла илаха иллаллах деп айт, мұсылман боласың. Әлде басқа сахаба, басқа мушриктерге айтқан сөзі пайғамбарымыздың. Қулу ла илаха иллаллах туфлиху. Ла илаха иллаллах деп айтыңдар, жетістікке жетесің деп пайғамбарымыз мына айтқан жоқ. Бірақ өмірінде мушриктерге айтатын болған пайғамбарымыз. Бұл жерде айтқан жоқ. Бұл жерде керісінше қарасаңдар, я ам дейді, қул ла илаха иллаллах ухаджу лака биха индаллах. Аллахтың алдында саған куәгер боламын дейді сол айтқан сөзіңе дейді. Тек ла илаха иллаллах айтшы дейді, мен саған Аллахтың алдында куәгер боламын дейді. Яғни мынандай бұл жерде нақты шешім жоқ, жәннатқа кіресің деген. Екіншіден дейді, бұл арнайы нәрсесі дейді. Өйткені қарап тұрсаңдар, Аллах Тағала не алады? Оларға дейді, шапағатшылардың шапағаты көмектеспейді дейді, кәпірлерге. Бірақ пайғамбарымыздың шапағаты Абу Талибқа көмектеседі ғой. Яғни біліп білеміз, шариатта ахли сунна жамағат ақидасы бойынша кәпірлерге ешқандай шапағат жоқ. Бірақ сол кәпірлердің ішінен кімге арнайы шапағат бар? Пайғамбарымыздың Абу Талибқа бар. Өйткені Абу Талиб исламға өте көп сондай пайда берді. Сондықтан Аллах Тағала өзінен бір мейірімнен соған Абу Талибқа тозақтың отынан ол шықпаса да, бірақ тозақтың отын жеңілдететіндей бір шапағатқа рұқсат берді. Яғни хос арнап қойды Абу Талибқа бір несін, бір сыйлығын. Сондықтан да мына жерде де әбден мүмкін дейді, яғни жалпы бана аятқа бүкіл кісілердің бәрі соған кіреді. Бірақ сол жерде Абу Талиб айтса, мүмкін пайда берер, өйткені не ғой дейді, арнайы дейді Абу Талибқа. Басқа кәфірлерге шапағат пайда бермей, Абу Талибқа пайда бергендей, дәл сондай қылып басқа кісілердің барлығына ла илаха иллаллах өлер алдында көмектеспей, Абу Талибқа көмектесу де мүмкін дейді. Бірақ оның өзінде Абу Талиб оны айтпай кетті. Ал жалпы біз білеміз аяттан, кімде кім егер де өлімі жақындаған кезде, яғни өлімі міне келіп тұрған кезде ла илаха иллаллах деп айтатын болса, салқын денесін басып сол кезде ла илаха иллаллах деп айтатын болса, оған ешқандай не тәубе болмайды. Ол мұсылман болып күнәсіне тәубе жасайтын болса, оған кешірім несі тәубе жоқ. Яғни Аллах Тағаланың бір мейіріміне кіріп кешірілмесе, жалпы оған күнәсінен тәубе болмайды. Ал кәфір ислам қабылдағысы келетін болса, оған ешқандай тәубе болмайды. Өйткені Аллах Тағала аятта айтқан сөзі, өмір бақи күнә жасап келіп, ең тәубе келдім дейтіндерге тәубе жоқ дейді. Уалаллазина ямутуна ва хум куффар, және кәпір болып өлгендерге тәубе жоқ дейді. Аллах Тағала оларды кәпірмен бірге теңеп тұр. Кәпірлерге тәубе болмайтын болса, оларға да тәубе жоқ дейді. Яғни өлер алдында, өлім жақындағанда дегенде, яғни міне өлім келді, болды, енді өлейін деп жатыр. Шығатын бір жағдай жоқ. Мысалшы біреу 16-шы этаждан құлап кетті. Ұшып батып ла илаха иллаллах деп айтатын болса, пайдасы жоқ оған. Өлімді көзбен көрген жағдайда ешқандай оған тәубе болмайды. Бірақ өлердің алдында мысалшы төсек тартып 1-2 күн жатқан кісілерге әрине оған болады. Мына өлім жақындағанда міне, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады,
қарқараға өлім жақындағанда мойнына келгенде тәубе қабыл болмайды дейді. Басқа аят Аллах тағала Фирғаун турасында, Фирғаунды мысалы ислам қабылдағысы келді өлер алдында, Аллах тағала олар турасында айтады: "Важауазна би бани Исраил аль-бахр" дейді. Бану Исраилді теңізден өткіздім дейді. "Фаатбаахум Фирғаун ва джунудуху", Фирғаун және оның әскері артына еріп келді дейді. "Бағиян ва адва" дейді. Шектен шығып жаулық тұтып дейді. "Хатта ида адракахул ғарақ" дейді. Ал батайын деп жатырғанда дейді. Не қылды деді? "Қала аманту аннаху ла илаха илля аллази аманат бихи бану Исраил ва ана минал муслимин" дейді. Фирғаун өлейін деп жатырғанда айтқан сөзі мен дейді. Бану Исраил иман келтірген жалғыз болған, одан басқа илах болмаған илахқа иман келтірдім дейді. "Ва ана минал муслимин", мен мұсылманмын дейді. Мұсылмандарданмын дейді. Айтқан сөзі. Сол кезде Аллах тағала не істеді? Оның сөзін қабылдады ма? Аллах тағала не келесі аятта: "Әл-әна", міне енді ма, енді міне айтып тұрсың ба? Сен өмір бақи бағандай куфрдың бәрін түрін істеп келіп, жердің бәрін бұзақы қылып, адамдарды өлтіріп, діндерінен бет бұрғызып келгеннен әл-әна, міне енді ислам қабылдап тұрсың ба дейді. "Уақад асайта қаблу", оның алдында күнәға батып жүріп, "Ва кунту минал муфсидин", және жер бетіне бұзақы болып, енді міне ислам қабылдап тұрсың ба дейді. Жоқ деген мағына, ислам жоқ саған деген сөз. Сондықтан өлер алдында да кімді Фирғаунды ла илаха иллаллах деп айтып кеткен, бірақ оған ешқандай пайда болмайды. Сол сияқты Аллах тағала кімдер турасында бұрынғы болған қауымды жандарын алайын деп жатырғанда оларда ла илаха иллаллах деп айтады. Олар Аллахқа иман келтір, тағутқа көпірлік келтір деп айтады олар. Бұрынғы қауымдар, елшілер келіп оларға дағуат айтып шақырғанда олар бас тартып, содан кейін азап келерде олардың айтатын сөздері: "Фаламма рау бәсана", олар біздің азапты көргенде дейді, менің азабымды көргенде, "Қалу", айтатын сөздер дейді: "Аманна биллахи вахдаху", жалғыз Аллахқа иман келтірдік дейді. "Ва кафарна бима кунна бихи мушрикин", және біз мушрик болғанымызға дейді, бос илахтарға, өтірік илахтарға, тағутқа күпірлік келтірдік дейді. Екі шартты орындап тұр, қара, нафи исбатты орындап тұр өлер алдында. Біз дейді иман келтірдік дейді, және тағутқа күпірлік келтірдік. Бұрын ширк қосып жүрген ширктерімізге біз одан бас тартып күпірлік келтірдік дейді. Аллах тағала не дейді? "Фалам яку янфау иманухум ламма рау бәсана" дейді. Ал біздің азабымызды көргенде дейді, иман келтіргендер олар имандардың пайда болмайды дейді. Яғни қарайтын болсақ, субханалла, өмір бақи күфрдің түрін сеп келіп, өлер алдында болды дінге қайттым дейтіндерге ешқандай не жоқ. Бұл Аллахтың әділдігі. Яғни саған мүмкіншілік берді, тірі кезінде дінге қайт, тірі кезінде саған жағдай болды, намазыңды оқы, таухидың ұстан, бірақ өлер алдында дін керек болып қалды ма? Пайдасы жоқ ол діннің. Бұл хадистен алынатын сондай не пайда. Және тағы да алынатын бұл жерден хадистен пайдалар: "Мен сіз үшін Алла мені тыймайынша кешірім етуін сұраймын" дейді. Яғни мен Аллахты тыймағанша мен кешірім сұрай беремін сен үшін дейді. Бұл қашан болған? Бұл пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам Абу Талиб өлгеннен кейін айтқан сөзі. Ол хижраның пайғамбарымыз Маккада 9-шы жылы қайтыс болды. Кім? Абу Талиб. Кейін пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам Абу Талиб қайтыс болғаннан кейін Мадинаға не істеді? Хижра қылады 4 жылдан кейін. Кейін 4 жылдан кейін Мадинада 4 жылдан кейін Тәубе сүресі түседі. Сол Тәубе сүресінің ішінде осы аят келеді: "Пайғамбар мен иман келтіргендерге мушрик үшін кешірім сұрау рұқсат емес" дейді. Мына аят бірден түспеген. Пайғамбарым 8 жыл бойы Абу Талибқа кешірім сұрап жүрген. Бірақ тыйым салу қашан келді? Мадинада 8 жылдан кейін барып келді. Яғни сондай мына аяттан андай қылып түсінеді адамдар. Сол бойда тыйым салды деген жоқ, сол бойда тыйым салған жоқ. Бұл кешіктірілді аят. Өткен Тәубе сүресі Мединада 4-ші жылы түскен. Оған дейін пайғамбарымыз ол кімге? Мушрикке, Абу Талибқа кешірім сұрап жүрді, бірақ ол ненің кешірімнің ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан бұл аяттан хадистен алынатын пайда, яғни кейбір кезде аяттың себебі, аяттың түсуі кешігіп түсуі мүмкін. Және тағы да хадистен алынатын пайдалар: бір оқиғаға 2 аят түсуі мүмкін. Мына жерде бір оқиғаға 2 аят түскен. Бірінші Абу Талибке байланысты мушриктерге кешірім сұрау болмайды түседі. Екінші аяты ол шынында сен жақсы көргенді тура жолға сала алмайсың дейді. Және бұл не бір аятқа, бір оқиғаға 2 аят түскен. Және тағы да бұл жерден дәлел: кәпірді табиғи махаббат болса, оның ешқандай зияны жоқ. Егер де бір кәпірді жақсы көретін болсаң, табиғи махаббат діннен атанмайтындай, ол кезде ешқандай оған күнә алмайсың. Бұл жерде ғалымдар айтады, Ибн Касир сияқты ғалымдар,
табиғи махаббат. Өйткені Аллах тағала айтып тұр, сен жақсы көргеніңді дейді, яғни пайғамбарымыз Абу Талибті жақсы көрген, тура жолға сала алмайсың дейді. Кейін екіншіден бағандай табиғи махаббат болатынына ол дәлел осы шариғатта үмметте әхли китап әйелдерін әйел қылып алу болады. Егер адам баласы әхли китап христиан әлде яхуд әйелді алатын болса, міндетті түрде махаббатпен жақсы көріп ғашық болып алады. Жек көріп тұрған адамды алмайды оны. Сол екінші дәлел болады, табиғи махаббат бұл ешқандай зияны жоқ. Егер дініңнен аттамайтын болсаң, егер дініңнен аттайтын болсаң, бағандай шариғатқа тыйым салынған нәрселерді істеп деген сияқты, соның себебімен, сол әйелдің себебімен, ол кезде болмайды, тыйым салынған харам болады. Ал былай жақсы көру махаббатында бағандай бір әкесін, шешесін жақсы көру мүмкін. Болмаса бағандай ислам қабылдайды, бірақ күйеуі ислам қабылдайды, әлде керісінше күйеуі ислам қабылдайды, әйел ислам қабылдамайды, кейін қалап соны жақсы көріп жүреді, ислам қабылдасашы деп артына жалынып сөйтіп жүреді, махаббаты болады, оның ешқандай зияны жоқ, егер діннен аттамайтын болатын болса. Енді сөзімізді бағандай соңғы бір үлкен маңызды нәрсемен аяқтаймыз. Бұл хидаят мәселесі. Осы хадисте хидаят турасында айтылды. Яғни хидаят деген оны екіге бөлдік. Хидаятут тауфиқ және хидаятул иршад. Енді мына хидаятут тауфиқ мәселесіне байланысты кейбір мәселелер қозғалады. Яғни біздің ақидамыз, сеніміміз хидаят тауфиқ мәселесінде. Бірінші мәселе хидаят тауфиқ мәселесінде хидаят бұл Алланың қалауымен болады. Яғни Аллах тағала қалаған кісіге тура жолды береді. Бұл Аллахтың қалауы. Аллах қалаған кісіні тура жолға салады, қалаған кісіні адастырады. Бұл біздің ақидамыз. Бірінші мәселе ол. Екінші мәселе, хидаят дегеніміз бұл Аллахтың нығметі. Яғни Аллах тағала біреуге тура жолдық беретін болса, хидаят беретін болса, бұл үлкен бір оған берген Аллахтың нығметі. Аллах тағала оны кісіні сондай бір үлкен бір нығметімен, мейіріммен таңдады. Ол ешқандай бір нәрсесімен өзінің бір Аллахтың алдында бір хақсы бар нәрседе емес. Яғни Аллахтың бұл оған берген нығметі. Соған үлкен шүкір қылу керек. Нығмет, бағандай хидаят бергенге үлкен шүкір қылатын болсаң, сол нығметімнен, Аллах тағала маған берген нығметпен айырмасын деп көп дұға сұрау керек. Өйткені бағандай тура жолға түсу деген бір таңғалатын нәрсе болатын болса, ал сол жолда өлу деген ол одан да жоғары таңғалатын нәрсе, одан да нәрсе жоғары. Үшіншісі, бауырлар, Аллах тағала біреуді тура жолға салатын болса, хидаят беретін болса, яғни хидаят тауфиқ, бұл ол Аллахтың хикметімен біліміне қайтады, даналығымен біліміне. Яғни Аллах тағала білді ол кісі хидаятқа лайықты екен, хикметіне лайықты, Аллах тағала оны тура жолға салды. Осы үш турасының нәрсесіне Аллах тағала не дейді? وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ дейді. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Бірақ Аллах тағала сендерге иманды жақсы көргізіп, сіздерге жүректеріңе көркейтіп қойды дейді бұл иманды. Және Аллах тағала көпірлікті, пасықтықты және күнәларды жүректеріңе жек көрінішті қылып қойды дейді. Бұл не үшін? Фадлан мин Аллахи ва ни'ма. Бұл Аллахтың саған нығметі, кеңшілігі. Бұл екіншісі. Валлаху алимун хаким. Аллах тағала білімді және дана дейді. Осы үш нәрсені Аллах тағала екі аятта Худжрат сүресінде айтып тұр. Яғни бұл нәрсені ойланатын болса, адам баласы үлкен маңызды нәрсе. Біздің ахли сүннат жамаа ақидамыз. Төртіншісі мәселе, бауырлар, ол тура жолға Аллах тағала біреуді салатын болса, лайықты кісіні таңдап алады. Аллах тағала біледі, бұл кісі тура жолға лайықты екен, сосын ол кісіге тура жолды береді. Өйткені ол кісіде пайда бар ертең исламға келгесін. Әлде оның бір сүйікті бір жақсы амалы бар істеп жүрген Аллахқа. Сол Аллах тағала бұл кісіні тура жолға таңдап алады, яғни лайықты кісіні алады. Лайықты кісіні, лайықты емес кісіні Аллах тағала тура жолға алмайды. Ол төртіншісі. Бесіншісі, ол Аллах тағала біреуге тура жолды беретін болса, хидаят беретін болса, ол соған амал келтіретін болса, Аллах тағала тағы да арттырады оны. Кейін ол сол арттырған нәрсесіне амал жасайтын болса, Аллах тағала одан да арттырады оған. Және солай шексіз шеті жоқ. Сондықтан Аллах тағала саған бір нығмет беретін болса, бір шариаттан бір үлес беретін болса, бір амалға, сол амалды істе міндетті түрде.
Өйткені сол амалға сен сол бір бұйрыққа амал жасайтын болсаң, Аллах Тағала тағы да одан да саған көбейтеді бұл нәрсені. Ал сен оның бұйырған нәрсесіне алда айтамыз, істемейтін болсаң, Аллах Тағала оны сені алып кетеді. Сондықтан хидаят осы 5 нәрседен болады. Біріншісі бұл Аллахтың қалауы. Екіншісі ол саған берген Аллахтың нығметі. Үшіншісі бұл Аллах Тағала біліммен оның даналығына қайтады. Төртіншісі Аллах Тағала тура жолға лайықты кісіні салады. Бесіншісі Аллах Тағала егер де саған хидаятты беріп соған амал істейтін болсаң, Аллах Тағала оны арттыра береді. Қашанға дейін? Шеті жоқ. Бұл хидаят мәселесі. Келесі, енді хидаят мәселесін үйренгеннен кейін оның қарама қайшысы бар, антонимысы бар, акс. Ол не? Адастыру. Ол да 5 нәрседен тұрады. Біріншісі, Аллах Тағала адастыратын болса, өзі қалауымен адастырады. Яғни Аллахтың адастыру, ол Аллахтың қалауымен. Екіншісі, бұл Аллахтың азабы. Бана хидаят ол Аллахтың нығметі болатын болса, бұл Аллахтың азабы болып есептеледі. Үшіншісі, бана хидаятта не қылдық? Бұл Аллахтың хикметімен даналығына айтатын болса, ал адастыруда бұл Аллахтың біліммен әділдігіне айтады. Өйткені Аллах Тағала біреуді адастыратын болса, ол нағыз әділ. Аллах Тағала лайықты кісіні адастырады. Яғни адасуға лайықты болып жүрген кісіні адастырады. Андай болмайды, Аллах Тағала біреуді адастырып жіберді, кейін ол барып адасып кетті. Жоқ, ол бірінші өзі сол адасуға жол іздейтін кісі болады. Сосын барып қана Аллах Тағала оны адастырады. Сол сияқты Аллах Тағала не дейді? Уаллаху аркасахум бима касабу дейді. Аллах Тағала оларды дейді, артқа берді дейді, яғни адастырды дейді оларды. Бима касабу, қолдарымен істеген нәрсенің себепті дейді. Яғни бірінші бастады, сосын барып Аллах Тағала адастырды. Сондықтан Аллах Тағала біреуді адастыратын болса, тура жолдан өз соған лайықты болып, сол жолды іздеп жүрген кісі болады. Иманды дұрыс орындамайтын болады. Бұйрықтарды дұрыс орындамайтын болады. Істейтіні харам мен күнәлар болады. Сосын Аллах Тағала оны тура жолдан тайып түсіреді. Сол сияқты Аллах Тағала сол турасында не алды? Яхудтар турасында фаламма загу азагаллаху кулубахум дейді. Олар дейді, тура жолдан тайып бастағанда Аллах Тағала тайдырып жіберді дейді. Яғни аятты қарап тұрсаңдар, бауырлар, бұл үлкен дәлел аятта. Аллах Тағала бірден алып бір кісіні былай адастырып жібермейді. Бірінші сол кісінің өзі бастайды адасуға жол бастайды, қадам басады өзі. Соны қалап жүреді, сол нені, адасуды. Сондай бір діннен бір жеңілдік іздеп жүреді өзі. Сосын барып Аллах Тағала оны адастырып жібереді. Әлде бір кәпірлердің құлы болып, кәпірлерге жұмыс істеп, сондай бір разылығын іздейтін кісілер болып жүреді. Сосын Аллах Тағала оны алып та құртып жібереді. Сол Аллахқа қарап тұрсаңда не алып тұр? Фаламма загу, олар тура жолдан тайып бастағанда азагаллаху кулубахум, кейін Аллах Тағала оларды алды да тайдырып жіберді одан сайын. Яғни қарап тұрсаңдар, аят Аллах Тағала бұл жерде айтқан жоқ. Аллах Тағала оларды азагаллаху кулубахум фазагу деген жоқ. Яғни тура жолдан адастырып жіберді, сосын олар адасып кетті деген жоқ. Жоқ. Бірінші олар бастады. Бірінші қадам бастады, соған қадам басты. Тура жолдан тайып бастады, харам істеп бастады, дінде алдау нәрселер істеп бастады. Сосын олар тура жолға лайықты болмаған себепті Аллах Тағала одан сайын оларды адастырып жіберді. Фаламма загу азагаллаху кулубахум дейді. Басқа аятта айтады, уйдиллуллаху залимин дейді. Аллах Тағала залымдарды адастырады дейді. Енді осы аяттарға қарап тұратын болсаң, түсінесің. Аллах Тағала адастырады қашан? Сол кісі өзі бастап адасуға қадам басқаннан кейін. Ал бұлай тура жолды қалайтын, күн сайын тура жолды сұрайтын Аллахтан, соған мән беріп, адасуды қаламайтын, шын жүрекпен Аллахтан әрдайым тура жолды сұрайтын кісіні Аллах Тағала бұлай адастырып жүрмейді оны. Сондықтан біреу адасатын болса, оған таңғалудың ешқандай қажеті жоқ. Сол жолды өзі қалады. Бір кісі алды, мысалы муржит болып кетті, біреу хавариж болып кетті, біреу тағы бір нәрсе болып кетті, жахмит болып кетті. Олар өзі сол жолды қалап жүрген кісі болады. Өзі соны қалап жүрді, кейін Аллах Тағала оны алды да таратып жіберді. Шариатта біраз нәрселер бар, соған апаратын, мысалы бидағатшылармен отырмау, кәпірлермен бірге жүрмеу, олар бар жерде бірге болмауың сенің. Бірақ кейбір мұсылмандар соны сені аттап, шариатта тыйым салады, бидағатшылардың қасына отырмауың, бірақ солар аттап барып бидағатшылармен жүреді. Шариат тыйым салады сені кәпірлермен дос болмауың, бірақ аттап барып сонымен жүреді. Кейін түбінде не болады? Солардан болып қалады. Сондықтан Аллах Тағала дейді: "Фаламма загу азагаллаху кулубахум", олар тура жолдан тайып бастағанда дейді, Аллах Тағала қарай оларды одан сайын итеріп жіберді дейді. Басқа аятта Аллах Тағала айтады:
Аллахтан сүре түскенде дейді, олар бір-біріне қарайды дейді. Сіздер біреу көріп тұр ма деп мұнафиқтар деп жатыр Аллах тағала. Дейді. Сосын кетіп қалады дейді. Яғни білім жүріп жатырған кезінде, сабақ жүріп жатырған кезде, пайғамбарымыз аяттарды айтып жатырған кезде, олар бір-біріне қарап, көріп тұрған жоқ па ешкім, кетіп қалайық жайлап деп кетіп қалады дейді. Сарафаллаху қулубахум дейді. Қарап тұрсаңдар, ғалымдар айтады, бір жерде дейді, бірінші мұнафиқтар бірінші бастап тұр дейді. Дейді. Яғни бірінші кетеді олар. Сарафаллаху қулубахум. Кейін Аллах тағала оларды жүректерін одан сайын тайдырып жібереді дейді. Сондықтан қарап тұрсаңдар, әрдайым біреу адасатын болса, Аллах тағала бірінші оларды адастырып жіберіп, сосын барып адасып кетпейді. Керісінше, олар сол адасуға бірінші қадам басып жүреді. Содан кейін ғана барып Аллах тағала оны адастырып жібереді. Бұл адасуға лайықты болған екен. Бұл үшіншісі, яғни Аллах тағала біреуді адастыратын болса, біліммен әділдігіне. Яғни әділдігі дегеніміз, өйткені Аллах тағала бәріміз, біз барлығымыз Аллахтың мүлкіміз. Біз Аллахтың құлымыз, Аллахтікіміз. Сен алып, мысалшы, өзің көлігіңді алып өртеп жіберетін болсаң, өзің көлігің бар, өз ақшаң сатып алдың, бағандай қарыз ешқандай жоқсың ешкімге, алдында шарбаған кіргіздің да машинаңды өртеп жібердің. Сен басқа көршілерге, әлде бір басқа бауырларға зұлымдық келтірдің ба? Жоқ, зұлымдық келтірген жоқсың, өйткені сенің нәрсең ол. Сен өзің білесің оны не істейтінін, ол сенің мүлкің. Сол сияқты біз Аллахтың мүлкіміз. Кейбір хадистерде келген, Аллах тағала бүкіл адамды алып тозаққа салып жіберетін болса дейді, ол ешқайсысына зұлым келтірмеген болады дейді. Өйткені біз барлығымыз Аллахтың мүлкіміз. Сондықтан Аллах тағала біреуге тура жол беретін болса, ол Аллахтың нығметі, кеңшілігі. Ал кімді Аллах тағала адастыратын болса, ол оның әділдігі. Оған мысалы мынандай болады түсіну үшін. Мысалы үшін менде үй бар, үй салып жатырмын. 2 бөлме бар. Екеуі де мысалшы мөлшерлері бірдей. 4-4, 4-4. Барлығы бір-бірдей ішінде. Мынаған штукатурка соғуға бір бригадаға берем, 2 адам, 3 адамнан тұратын бір бригадаға мына комнатты, бөлмені бағандай штукатурка соғыңдар деймін да. Бағасына 100 мыңға келісім деймін мысалы. Екінші бөлмені басқа бір бригадаға берем. Олар да 3 адамнан құралатын бригада. Олар менен 100 мың теңге келісем. Екеуі жұмыстарын атқарды, бітірді. Мына бөлмені бітірді, жақсы, бәрі альхамдулилlah, жұмыстары бәрі тегіс. Екіншісі бітірді, олардың жұмыстары бәрі жақсы, дұрыс, тегіс. Мыналарға бірінші бригадаға мен 100 мың теңге берем, ал екіншіге мен 200 мың беретін болсам, бірінші бригадаға зұлым келтірдім ба? Жоқ, келтірген жоқ, өйткені оларға әділдікпен мәміле жасадым. Ал екінші бригада 200 мың теңге бергенім, оларға кеңшілік, мейіріммен, нығметпен мәміле жасадым. Екеуіне зұлымдық келтірген жоқпын. Егер де мен мынаған 100 мың бердің, оған 50 мың беріп қоятын болсам, 90 мың беретін болсам, онда зұлымдық келтірдім. Бірақ мен оларға келіскен нәрсені бердім, 100 мың бердім, амналарға 200 мың бердім. Мен 100 мың бергендерге ешқандай зұлымдық келтірген жоқпын. Неге? Өйткені оларыма әділдікпен жұмыс істедім, ал екіншіге кеңшілікпен, мейіріммен жұмыс істедім. Сол сияқты Аллах тағала біреуді тура жолға салатын болса, ол оның кеңшілігі мен мейірімі, ал біреуді адастырып тозаққа салып жіберетін болса, ол оның әділдігі. Сондай біз ахли сунна вал жамаа ақидасы бұл. Бұл үшіншісі, Аллах тағала біреуді адастыратын болса, ол оның біліммен әділдігіне қайтады. Төртіншісі, не себеппен адастырады дейтін болсақ, бұл иманды дұрыс орындамаған себепті. Иманды Аллах тағала бұйырады саған бір амалдарды істеуге, уәжіптерді тастамауға, соны адам істемейді, ерінеді, дұрыс орындамайды, әлде дүниесін бірінші қояды. Сондай нәрсемен сосын Аллах тағала оны адастырады. Ол біріншісі. Төртіншісі, яғни ал бесіншісі оның жаман амалдары үшін. Яғни осы 4 пен 5-ші ол бағандай не себеппен адастыратын деген жауапқа келеді. Біріншісі иманды дұрыс орындамаған себеппен, ол 4-ші, ал 5-ші істеген жаман амалдар үшін. Яғни Аллах тағала қашан адастырады? Құлдың өзі бір сондай шариатқа лайықты емес амалдар істейтін болса, пасықтық, бидағат, өз нәпсін бірінші жоғары қою діннен, жұмысын бір нәрсесін жоғары қою діннен, сөйтіп сондай нәрсені істеп сол жиналғанда Аллах тағала ол кісіні адастырады, тура жолдан жібереді. Яғни осы 5 нәрседен құралады бағандай ахли сунна вал жамаа ақидасы. Бірінші, Аллах тағала адастыратын болса, ол оның қалауы. Екіншісі, бұл Аллахтың азабы. Үшіншісі, ол Аллахтың білімі мен әділдігіне қайтады. Төртіншісі, не себеппен дейтін болса, ол иманы дұрыс орындамаған себепті. Ал бесіншісі, ол өзінен болған жаман амалдары себепті. Осы хидаятпен тура жолға салумен идлал адастырудың осы үлкен мәселе ахли сунна вал жамаа ақидасы. Біз
бауырлар, әрдайым Аллахтан не сұрау керек? Тура жол сұрау керек. Ол сондай өте маңызды болған дұға, хидаят сұрау Аллахтан. Өте сондай маңыздылығы соның соншалықты, Аллах Тағала оны бізге парыз қылып қойды күн сайын сұрауға. Біз Фатихада ең бірінші дұғамыз ол ихдинас сиратал мустақим. Я Аллах Тағала бізді тура жолға салшы деп. Күніне ең аз дегенде біз 17 рет сұраймыз. Парыз намаздар санағанда. Күніне ең азы дегенде біз 17 рет Аллахтан не сұраймыз? Хидаят сұраймыз. Қарайтын болсақ, бір жеңіл дұға емес, маңыз, мән беретін дұға. Бірақ көп кісі соған мән беріп жатыр ма? Сол Фатиханы оқығанда сол нәрсені ойланып, мән беріп, я Аллах Тағала мен тура жолға сал, тура жолдан тайдырма деп сол нәрсені мән беріп дұға тілеп жатыр ма? Қаншама кісіден содан махрұм қалып жатыр, содан мән беруден сол Фатихаға. Сондықтан Фатихаға қарайтын болсақ, ол ең бірінші дұға Құрандағы. Құрандағы тұрған ең бірінші дұға ихдинас сиратал мустақим. Сондықтан адам баласы әрдайым сол хидаят сұрау керек. Хидаяттан адастырмау деген дұғаны көп тілеу керек. Аллах Тағала баршамызға хидаят беріп, соған бекем болып, және ешқашан Аллах Тағала бізді адастырмасын. Аллахумма амин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.